бармаған. жер округіне барып мүмкін мәселесін айтса, шағымын айтса, мүмкін шешуге тырысып берер ме еді бас мамандар. Ол да дұрыс. Иә, біз таңертең Алматы облысы Талғар ауданы Алатау ауылдық округына бардық. Әкіммен де сөйлестік, бас мамандармен де сөйлестік. Бұл кісілер мүлдем келмеген бұндай мәселемен деді. Шашыңызды жинауға болмай ма? дейді. Болмайды. Шашыңды жинаш, айналайын дейді. Үлкен адамсың ғой дейді. Мен соншалықты өзімді кәрі қызмын деп сезінбеймін. Жасым 28-те. 28-дер біраз жасқа келіп қалғансыздар ма? Шаш жүрекке әжім түспейді. Шашты жайып жүрген мен ғана емес, өзіме ұнайды. Мен өзімді қалай сезінетінім ең басты орында менің приоритетімде, сондықтан жайып жүрем. Көбінше. Айгерім келі шашың жиылған жоқ дейді. Жоқ, бір-екі рет эфирді бақылап тұрып қарасаңыздар, бір-екі рет қана жинаған болатынмын. Айбек, Тахирдің денсаулығы жақсы ма дейді. Тахирдің денсаулығы жақсы, Аллаға шүкір. Рахмет барлықтарыңызға. Тахирдің жағдайын сұрап жатқандарыңызға. Аман есен жұмыста, денсаулығы жақсы. Айгерім, өте сабырлысың, өзіңе жарасады дейді. Көп рахмет. Өзіңіз сондай адаммын деп ойлайсыз ба? 100% сабырлымын деп айта алмаймын, бірақ Алладан әрқашан көркем мінезбен сабыр бер маған деп тілеймін. Бірақ ондай сабырлы бола алмаймын дейсіз ғой. 100%-ға сабырлы емеспін. Өзімді ұстауға тырысамын, бірақ та. Хайып үшін отыр дейді. Хайып үшін отырсам басқа бағдарламаларға баратын едім. Қай жылға Айгерім дейді. Жаңа айтты ғой, 28-демін. 28-дем, 92-ші жылғым. Құдайдың берген жасын ешқашан жасырмаймын. Айтып тастадыңыз ғой тегі. Айгерім, сен де келіп отырсың ғой, өзің шеше алмай дейді. Өзің шеше алмай, сен де сеніп едім деп едің. Мен шеше алмағаным, мен жүгірдім басында, өз тарапынан жүгірген болатым. Шеше алмағансын келдім. Бұл кісілер де шеше алмағанын келдім деп отыр, Так, бұл кісілер мен сияқты жүгіріп көрмеді ма өздері, сосын еш нәрсе шықпағансын келмеді ма деп айтқым келеді да. Енді қатты сынап атқан жоқпын. Біз көбінесе жаңағы қазақтар бәрі демеймін, енді пысықтар да бар, бірақ қағаз жағын онша салғырт қарайтынымыз рас енді. Бай қайтыс болғанда жаяды шашты әйел адам дейді. Иә, дұрыс. Айгерім, 3 бала шағасы бар. Не істеп отырсыз, жұмыс істемейсіз бе дейді. Айгерім жұмыс дейді, мұғалім, ұстаз. Бір емес, бірнеше жерде жұмыс істеймін. Иә, бұл кісі түске дейін сабақ береді. Түстен кейін бағдарламаға келеді. Кешкісін тамақ істейді балаларына. Иә. 28-де ма? Ужас, үлкен көрінесің дейді. Үлкен көрінетін шығармын, өйткені мамандығыма байланысты ма. Енді Құдайдың берген сыртқа келбеті. Айбек қуды дейді, өте дұрыс айтасыз, қуып баратырмын соңғы кезде. Айгерім өте жақсы келіншек дейді. Мына комментарийларыңызды оқи алмаймын мен. Дәретханаға барғандарыңызды жазасыздар ма, Құдай? Я, мен кеше эфирға келмедім, сөйтіп көрейінші дедім да, тікелей эфирді. Көрмедік қой сізді ютубтан. Мен комментаторлардың кейбіреулерінен шошыдым негізінде. Өте тұрпайы нәрселер жазылады, ұялмайды екен, әйел адамдары да, қыз балалары да өте жасырын нәрселерді, ұят нәрселерді жазады. Ол рас енді, рахмет, уақыт бітті.